кіріспе жаңа әлемнің есігін ашқан кезең. 15 ғасырдың аяғы мен 16 ғасырдың басы. Бұл кезең тарихта ұлы географиялық ашулар дәуірі ретінде мәлім. Еуропалық саяхатшылар белгісіз әлемді игеруге аттанды. Олардың мақсаты жаңа сауда жолдарын буйды. Бұл саяхаттар әлем тарихында бұрын болмаған өзгерістерге жол ашты. Жаңа жерлер, халықтар, мәдениеттер ашылды. Бұл ашулар тек географиялық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар ғылым, мәдениет және экономика салаларына да үлкен әсер етті. Жаңа өсімдіктер мен жануарлар түрлері табылды. Сауда жолдары кеңейді. Мәдени алмасулар жүзеге асты. Ұлы географиялық ашулар дәуірі адамзат тарихындағы ең маңызды кезеңдердің бірі. Бұл кезең әлемді мәңгілікке өзгертті. Кристофер Колумб ұлы географиялық ашулар дәуірінің ең танымал саяхатшыларының бірі. Ол 1451 жылы Италияда дүниеге келген. Колумб жердің шар тәрізді екеніне сенді. Ол батысқа қарай жүзіп, Үндістанға жетуге болады деп ойлады. 1492 жылы Колумб Испания патшайымы Изабелладан қолдау тауып саяхатқа аттанды. Ол 3 кемемен Атлант мұхитын кесіп өтті. 70 күннен астам уақыттан кейін 1492 жылы 12 қазанда Колумб және оның командасы құрлыққа жетті. Олар бұл жерді Үндістан деп ойлады. Шын мәнінде олар Америка құрлығына жеткен еді. Колумбтың саяхаты әлем тарихындағы маңызды оқиға болды. Ол Еуропа мен Америка арасындағы байланысты орнатты. Колумбтың ашқан жаңа құрлығы кейін Америка деп аталды. Америка құрлығы екі үлкен құрлықтан тұрады. Солтүстік Америка және Оңтүстік Америка. Бұл құрлықтарда әртүрлі климаттық белдеулер мен табиғат зоналары бар. Солтүстік Америкада биік таулар, кең жазықтар, үлкен көлдер бар. Оңтүстік Америкада әлемдегі ең ұзын тау жотасы, Анд таулары орналасқан. Сондай-ақ, бұл құрлықта әлемдегі ең үлкен жаңбырлы орман, Амазонка орналасқан. Америка құрлығы бай табиғи ресурстарға ие. Мұнда алтын, күміс, мыс, темір сияқты пайдалы қазбалардың мол қоры бар. Сондай-ақ бұл құрлықта орман, су және жер ресурстары мол. Фернан Магеллан, тағы бір атақты португал саяхатшысы. Ол 1480 жылы Португалияда дүниеге келген. Магеллан жердің шар тәрізді екеніне сенді, және оны дәлелдеу үшін әлемді айналып шығуды армандады. 1519 жылы Магеллан Испания королының қолдауымен 5 кемеден тұратын экспедицияны басқарып, саяхатқа аттанды. Олар Атлант мұхитын кесіп өтіп, Оңтүстік Американың оңтүстік шетіндегі бұғаз арқылы Тынық мұхитына шықты. Магеллан Тынық мұхитын кесіп өтіп, Филиппин аралдарына жетті. Өкінішке орай, Магеллан жергілікті тайпалармен болған қақтығыста қаза тапты. Оның командасы саяхатын жалғастырып, 1522 жылы Испанияға оралды. Магелланның экспедициясы жерді айналып шыққан алғашқы саяхат болды. Section 5. Тынық мұхиты, атауы алдамшы алып айдын. Магелланның экспедициясы Тынық мұхитын кесіп өткен кезде, оларға мұхит өте тыныш болып көрінген. Сондықтан олар мұхитты Тынық мұхиты деп атады. Шын мәнінде Тынық мұхиты әлемдегі ең үлкен және ең терең мұхит. Оның ауданы жер бетінің 3-тен 1 бөлігін алып жатыр. Тынық мұхитында көптеген аралдар, архипелагтар және жанартаулар бар. Бұл мұхитта жер сілкіністері мен цунами жиі болып тұрады. Тынық мұхитының биологиялық әртүрлілігі өте жоғары. Мұнда балықтардың, теңіз сүтқоректілерінің, маржандардың және басқа да теңіз тіршілік иелерінің сан алуан түрлері мекендейді. Section 6. Ұлы саяхаттардың жемісі, жаңа дәуірдің бастауы. Ұлы географиялық ашулар Еуропа үшін жаңа дәуірдің бастамасы болды. Жаңа сауда жолдарының ашылуы Еуропа экономикасының дамуына серпін берді. Еуропа елдері Америкадан алтын, күміс, қант қамысы, темекі сияқты бағалы тауарларды әкеле бастады. Бұл саудадан түскен пайда Еуропа елдерінің күшейіп, әлемдік аренадағы ықпалын арттырды. Сонымен қатар, ұлы географиялық ашулар ғылым мен техниканың дамуына да әсер етті. Жаңа жерлерді зерттеу үшін жаңа кемелер, навигациялық құралдар және карталар жасалды. Бұл кезеңде астрономия, география, ботаника және зоология сияқты ғылым салаларында үлкен жетістіктерге қол жеткізілді. Section 7. Мәдениеттер тоғысы, әлемдік өркениетке қосқан үлес.
Улы географиялық ашулар әлемдік мәдениеттің дамуына да үлкен үлес қосты. Еуропалықтар Америка құрлығына келген кезде, олар жергілікті халықтардың мәдениетімен танысты. Жаңа өсімдіктер мен жануарлар түрлері Еуропаға әкелінді. Картоп, жүгері, қызанақ, какао сияқты өнімдер еуропалықтардың тамақтану мәдениетін өзгертті. Еуропалықтар Америкадан темекі шегу әдетін, ал Америка халықтары еуропалықтардан жылқы өсіруді үйренді. Мәдени алмасулар әрқашан біркелкі болған жоқ. Көп жағдайда еуропалықтар жергілікті халықтардың мәдениетін құрметтемеді. Олар жергілікті халықтарды құлдыққа салып, олардың жерлерін тартып алды. Бұл әрекеттер жергілікті халықтардың санының азаюына және мәдениетінің жойылуына әкелді. Section 8. Қазіргі әлемге әсері, жаһанданудың бастамасы. Улы географиялық ашулардың әсері бүгінгі күніде сезілуде. Бұл ашулар әлемдік сауданың дамуына және жаһандану үдерісінің басталуына әкелді. Бүгінгі таңда әлемнің кез келген екі нүктесі арасында тауарлар, ақпарат және адамдар еркін алмасып жатыр. Улы географиялық ашулардың салдарынан әлем халқы бір-бірімен тығыз байланысқа түсті. Бүгінгі таңда біз әртүрлі мәдениеттердің өкілдерімен оңай араласып, олардың дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарымен таныса аламыз. Алайда, улы географиялық ашулардың теріс салдары да болды. Жаһандану үдерісі мәдени біркелкілікке, қоршаған ортаның ластануына және әлеуметтік теңсіздіктің өсуіне әкелуде. Section 9 қорытынды тарихтан қалған өнеге. Улы географиялық ашулар дәуірі адамзат тарихындағы ең маңызды кезеңдердің бірі. Бұл ашулар әлемді түбегейлі өзгертті. Жаңа жерлер, халықтар, мәдениеттер ашылды. Жаңа сауда жолдары пайда болды. Ғылым мен техника жаңа деңгейге көтерілді. Алайда, улы географиялық ашулардың теріс салдары да болды. Жергілікті халықтар қанауға ұшырады. Олардың мәдениеті жойылды. Бүгінгі таңда біз улы географиялық ашулардың оң және теріс салдарларын бағамдап, олардан сабақ алуымыз керек. Біз әлемдік мәдениеттің әртүрлілігін сақтай отырып, жаһанданудың оң әсерін арттыруға тырысуымыз керек.